Барлығымыз түгел екенбіз, бүгін сабақта жақсы балалар. Барлығымыз түгел болсақ балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Жүсіпбек Аймауытұлының әнші әңгімесі. Әңгіменің мазмұнын жеке дара талдай отыра, біз оған әдеби теориялық талдау жасаймыз әңгімемізге. Енді бұл сабақты балалар өткізудегі сендермен менің мақсатым Жүсіпбек Аймауытұлының әнші әңгімесіндегі ән құдіреті мен Әмірханның бейнесін ашу, әңгімеге әдеби теориялық талдау жасау болып табылады балалар. Енді сабағымыздың эпиграфы ретінде қазақта өлең атасы Абай, күй атасы Құрманғазы, ән атасы Әміре деген Мұқатай Тоқжігітов деген музыка зерттеушісінің сөзін алып отырмыз. Балалар, біз білеміз әнші әңгімесінің авторы мен Жүсіпбек Аймауытұлы өзі сондай 8 қырлы, бір сырлы, қазақтың жалпы тарихындағы қазақ ұлтының аса бір дарынды біртуар азаматы. Енді қазір балалар, сендер Жүсіпбек Аймауытов туралы өздерің өткен сабақта біз толыққанды мәліметтермен танысты. Қазір сол туралы қысқаша тест орындап жіберейік. Дәптерлерімізге балалар бүгінгі күнмен тақырыпты жазып қоямыз. Бүгінгі күнмен тақырыпты жазып, тестті орындаймыз. Қысқаша тест. Жылдам орындап жүрміз. Жиыны 10 сұрақ, жылдам жазамыз. Тез-тез оң жақтағы жүгімізбен алсамыз, және тексереміз дұрыс жауаптармен. Дұрыс жауаптармен тексереміз балалар, жылдам. Көршілерінің дәптерлерін оң жақтағы жүгімізбен алысып, жылдам тексеріңдер. Жылдам датамыз. Тақтада тұр дұрыс жауабы. Тексердік пе? Тез, жылдам датамыз. Болдық па? Жақсы, енді балалар, болсаңдар, қараңдар. 9-10 сұрақтарын дұрыс болса, 5 деген баға қоямыз. Егер де 7-8 сұрақтарын дұрыс болса, 4 деп бағалайсыңдар. 4-6 сұрақ дұрыс болса, 3. Егер де 3 сұрақ қана дұрыс болса, онда 2 бағаларын. Тездетіп балалар. Бағаладық па? Баға қойдық па? Енді топ жетекшілері алдарында бағалау парағы жатыр. Жылдан бағаларында айтып топ жетекшілеріне. Топ жетекшілерін айтып жердер бағаларыңыз. Неше алдың? Бегарс, тездес. Еш алдың айтындар Бегарстан. Енді балалар, біз бүгін сабағымызда Жүсіпбек Аймауытұлының әнші әңгімесін балалар, аңыз адам деген талдай отыра, аңыз адам деген журнал бар балалар, барлығымыз білеміз. Оған өмірімен, өнерімен, өзінің әрбір үлгілі әрекетімен үлгілі болған адамдардың өмірлері, жаңағы еңбек жолдары тағы басқадай толық мәліметтер жарияланады, балалар. Осыған біз жаңағы міне сендер 8 қырлы, бір сырлы автор туралы, яғни Жүсіпбек Аймауытұлы, сол туралы мәліметтерді жинақтадыңдар. Енді біз бұл сол журналға шығатын бір мәлімет болып саналады. Енді балалар, осы Жүсіпбек Аймауытұлының әнші әңгімесімен сендерге үйге танысып келуге берген мазмұнымен. Енді қазір танысып келдік қой барлығымыз, меңгердік әнші әңгімесін. Жақсы, әнші әңгімесін меңгеріп оқып танысып келсек,
Сендер балалар әңгімеге композициялық құрылысын талдаймыз, білеміз ғой? Композициялық құрылысын ретімен орналастырасыңдар. Ретімен орналастырасыңдар балалар. Топпен жұмыс жасап талданды. Балалар, бер қараңдар. Композициялық құрылысын мына жерге орналастырасыңдар ретімен. Түсінікті ме? Кән топпен талдандар. Ретімен қойсыңдар ма? Жақсы. Екі бала шығып тездетіп тақтаға ретімен орналастыра қоямыз. Топтан екі жүк шығыңдар, ретімен орналастыра қойыңдар. Сюжет жоспар дегеніміз балар мазмұнның желісі, өрбу реті. Композициялық құрылыс дегеніміз кез келген әдеби шығармада композициялық құрылыс болады, балар? Сол бойынша өрбиді. Тездетеміз. Тездеттік па? Болдық па? Жақсы, отырыңдар, болсаңдар, отырыңдар. Топпенен қараңдар, балалар. Келесі, дұрыс жауабымен салыстырыңдар. Дұрыс құрылды ма? Дұрыс па? Так, мынау қайсы топтікі? Мынау сюжеттік жоспар бойынша, балалар? Дұрыс па? Жақсы, дұрыс болса. Енді, келесі, композициялық құрылысын дұрыс талдап па? Дұрыс талданған, балалар? Рет-ретіменен дұрыс қойылған екен. Жақсы, енді балалар, біз мына әнші әңгімесінің жалпы мазмұнын білетіндіктерін, бұл да бұның ішіндегі Әміре Қашаубаев туралы жазылған мәліметтерді ретімен білетіндіктерін, бұл да жаңағы аңыз адам журналына енетін болады. Енді балалар, өздері мына сюжеттік жоспарда көрсетіп өттіңдер, әнші әңгімесі қай қалада өрбейді, балалар? Жетішатыр қаласында өрбейді. Сендерге Жетішатыр қаласы туралы қосымша мәлімет жинап келуге тапсырылған болатын, балалар? Кәнекей, кім Жетішатыр қаласы туралы қосымша дерек жинап әкелді? Кім жинап әкелді? Жақсы, Бегарыс кәне айта ғой. Келе ғой тақтаған. Жылдамды екен. 16-17 ғасырдағы қаланың ежелгі аты Дожинки. Археологиялық зерттеулерге қарағанда Семейде ежелгі тайпалар тұрған. Бұлардың ең ескісі қола дәуіріне жатады. Бұлар бұндар, керейлер, наймандар, қыпшақтар. Осы патша үкіметінің ресми құжаттарында бұл тас мешіт деген атпен белгілі болған. Ертіс бойын өрлеп келе шыққан әскербасылардың айтуына қарағанда, бұл Гурские каменные палаты, Семпалат, яғни Жетішатыр деп аталған. Өйткені бұл жерде көзге түсіп тұратын жеті сарай болған. Осыны Асма Тархан Доржи салдырғандықтан Доржи деп ататып кеткен. Бұны Қытайдағы Ресей елшісі Байков бұхаралықтар салғызған деп жазды. Жақсы. Жетішатыр туралы кім қосымша мәліметтер әкелді, балалар? Литерат, қосымша дәптерлерге, қосымша деректер әкеліңдер деп айтылған болатын. Бар ма? Жақсы, жылдам. Жетішатыр қаласы туралы. Жақсы, бұл қосымша мәліметтерінің барлығы бағаланатын болады. Бар ма? Жақсы. Бұл жұмыстардың барлығын балалар біз бағалайтын боламыз. Мынау балалар біз өзіміз білетін Семей қаласының Жүсіпбек Аймауытов заманындағы ескі көрінісі екен. Осыдан бір ғасырға жуық бұрынғы. Мына жерде де міне ескі ғимараттар, ескі үйлер. Ал енді мынау келесі біздің слайдымызда бұл Семей қаласының қазіргі көріністері екен, балалар. Енді балалар,
Сендер білесіңдер, Жүсіпбек Аймауытұлының әнші әңгімесіндегі Әмірханның прототипі кім деп айттық біз? Әміре Қашаубаев деп айттық, иә? Енді осы Әміре Қашаубаевтың өміріне қысқаша тоқталып өтейік балалар. 1888 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аврал ауданындағы Дегелең тауында дүниеге келген дейді балалар. Осы балалар, Дегелең деген жер сендерге таныс па? Дегелең деген атау? Қандай, не болған ол жерде? Не болған? Кім айтады? Әли? Атом полигон болған. Атом полигоны болған дейді, иә. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дегелең тауына Авралы өңірі балалар 1949 жылдан бастап жаңағы Совет одағы кезінде ядролық сынақтар, ядролық жарылыстар өткізілген аймақ болып шешіліп, сол жерде ядролық жарылыстар жүргізілген балалар. Енді осы жарылысты тоқтату жаңағы адамның денсаулығына зиян ғой, біз білеміз, қанша адамдар мүгедек болып тұрып жатады. Осы жөнінде тұңғыш рет 1980 жылдардың аяғында Олжас Сүлейменов Невада Семей қозғалысын бастап, балалар, осы ядролық қаруға қарсымыз деп тоқтату жөнінде қозғалыс бастаған. Кейіннен тәуелсіздік алғаннан кейін біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл ядролық қарусыз әлем деген өзінің ұстанымыменен бүкіл әлемге танымал болған. Енді балалар, осы біз білеміз, елбасымыздың арқасында біз бейбіт ядролық қарусыз әлемде өмір сүріп жатырмыз, иә? Енді осы елімізде тұңғыш рет қандай мереке тойланғалы отыр балалар елбасына қатысты? Қандай бұл? Елбасы күні. Қай күн аталып өтеді? Жақсы балалар. Әрі қарай 1925 жылы балалар Әміре Қашаубаев Мәскеудің үлкен театрында, Париждің концерт залында бүкіл Еуропаны таңғалдырған өзінің атақты 11 концертін берген. 1925 жылы Қызылордада алғаш ашылған ұлт театрының тұңғыш әртісі болып қабылданған. 1927 жылы Германияға шақырылып, кеңестік этнографиялық ансамбльдің құрамында Майндағы Франкфурттың үлкен театрында табысты өткен 9 концерт берген. 1934 жылы балалар 6 қарашада жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Қандай жағдайда қайтыс болады дегенде балалар, Әміре Қашаубаевтың 1925 жылы Парижге концерт беруге халықаралық үлкен дүниежүзілік көрме болғанда концерт береді. Осы кезде біз білеміз, Мұстафа Шоқай тарихтан білесіңдер, Парижде өзінің өмірінің бірталай бөлігін өткізген. Сол кезде Мұстафа Шоқай делегация құрамында қазақ бар деген соң іздеп келген екен Әміре Қашаубаевты. Содан келгеннен кейін екеуі бірге бос уақыттарында қыдырып Парижде фотоға түскен екеуі. Содан келгеннен кейін сол кездегі қауіпсіздік тыңшылары балалар Әміре Қашаубаевты Мұстафа Шоқайдың кеңестегі астыртын тыңшысы деп жалған жала жауып өмірін қыспақ қалады. 1934 жылы балалар қайтыс болатын жылы 7 қарашада революция төңкерісінің 17 жылдығын арнап Евгений Брусиловский деген атақты музыкант, композитор, сол Қыз жібек операсының премьерасын ашпақшы болады. Осы кезде Әміре негізгі рөлді орындау керек болады. Бірақ өте жұмбақ жағдайда 6 қараша күні Алматының бір көшесінен денесі табылған. Сол премьерада әрі қарай ойнай алмаған. Осы премьерадан кейін Әміренің дауысын балалар Мәскеуден келіп, күйтабаққа арнайы өздерінің аспаптарын әкеп жазып алмақшы болған. Бірақ Әмірені осылай жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Енді балалар Әміренің несіменен ерекше дегенде балалар мынандай деректерде айтылады. Әміре Францияда ән айтқанда дейді, үлкен театрдың даусының тембрінің сондай жоғарылығынан театрдың люстралары дірілдеген деген. Сондай тембрі жоғары керемет әнші болған. Мынау балалар Әміре Қашаубаевтың бір топ өнерлі жастармен түскен суреті мінекей суретте мына жерде бірнеше атақты адамдармен түскен суреттеріне отырған Әміре Қашаубаев. Мына жерде міне Әміре Қашаубаев. Мына жерде міне тұр. Мына жерде шетінде. Қазір балалар бізде республика көлемінде Әміре Қашаубаев атындағы Әміре Қашаубаевтың әндерінің дәстүрлі сайысы жылда өтіп отырады екен балалар. Енді
Балалар, жалпы біз әнші әңгімесіндегі Әмірханның прототипі Әміре Қашаубаев туралы қысқаша деректермен таныстыңдар, балалар? Енді таныс болсақ, бізге осы Жүсіпбек Аймауытов Әміре Қашаубаевтың өмірінің бір бөлігін ғана әнші әңгімесі арқылы жеткізген. Қазір бұны біз сюжеттік жоспар бойынша өздерін құрған әнші әңгімесінің мазмұнын қысқадан нұсқа жетімді қылып айтып беруге тырысайық. Бірінші мазмұн желісі бойынша Жеті Шатыр қаласы суреттеледі, балалар? Кім айтады Жеті Шатыр қаласы туралы? Кім айтады? Ең бірінші Нұрай айта ғой. Тақтаға кел. Жеті Шатыр жақсы қала, қаптап жатқан қазақ, жазы қысы қымыз, күнде сауық, күнде той, ай, той, құдалық, ат жарыс. Жаз шықса болды пароход, паром дегендер басталады. Спениден жырмалған азы көпті тиынға, жастар мәз болып, 30 тиынға бержабай жалдап, қымыздарын алып, Арықабаққа шықты. 10 минутта олар Арықабаққа жетті. Өзен-өзен екі мешітті, бір шіркеулі ығыр-жыры қалай екен. Байлардың көк шатырлы салауатты сарайлары жама-жаман баспаналарды басып өтетіндей қоразданып, төбелері көкке көтеріп. Мамбас бордақы байлар Қашабада шалқасынан жатып кадапты соғуда. Бержабашы балалар қайда барайын дегенде қай жақына бар деді. Жақын ақ қатын Шәкетті алсын естеді. Сосын Бержабашы қос терезелі тоқалыға келіп тоқтады. Бұл Шәкеттің үйі болады. Бержабай дегеніміз не? Бержабай деген ол өзенмен Арықабаққа жететін жүк таситын. Өзеннің арғы қабағына жететін, кеменің артына жалғанған жүк таситын жеңіл құрал. Жақсы отыр. Көлік түрі деп саналады. Ал балалар, келесі балалар, ағара екінші бөлімде не суреттеледі балалар? Шәкет үйінің балалар көрінісін қазір біз қысқаша көрініс ретінде мазмұндап беріңдер. Көрініс ретінде сондап беріңдер. Ардақ, Дидар, Дәулет, Данияр, Бекжан, Елдар, Елнұр, сен шыға ғой. Кәне, қысқаша ғана тез-тездетіп мазмұн бойынша сондап беріңдер. Бұлдандар. Аберке. Шәкеттің үйінде төсек орын, тегенесі, кесесі, бәрі біріне бірі сай шапшақ бөлмеде екі жігіт қымыз ішіп отыр еді. Сол кезде Шәкеттің екі досы үйге келді. Амансыз ба? Амансыздар ма? Төрт етіңдер. Ассалаумағалейкум. Қалдарың қалай? Демалыс күні жақсы келдіңдер. Төрлейтіңдер. Кезгенің қандай жақсы болды? Демалғанда сенің әнді естігенге не жетсін? Иә, сен әнді естімелі көп бопты ғой. Иә, бір ән айтып берсеңші. Иә, жақсы ән айтып берші бізге. Жоқ. Мені Бержабай тосып тұр. Келесі жолы міндетті айтып беремін. Амандасып кетейін деп едім. Біздің де жұмысымыз бар еді. Бізде сенімен және Бержабаймен жетіп алайық. Ал жақсы. Келіп тұрыңдар. Жұртына ақсайтын, қыз жақтайтын әміріміз осы. Әмірханның үйі осында ма? Өзі қайда тұрады? Иә, осында. Үйінен қашан табылар екен? Әнін тағы бір естейін деп еді. Оны үйде ұстай алмайсыңдар. Ол сағын. Өзің не кәсіп істейді? Әмірханда кәсіп боламыз, ән салғаннан басқа. Ән өлеңде ақша сұрап айта ма? Көп үстіндегі жігіт емес пе? Оған керегі бар ма? Жоқ, өлеңді ақша сұрап айтқан көргеніміз жоқ. Онысы қыз екен? Өзде қызық жігіт. Онсыз топтың ажары келмейді. Әйтеуір жан біліп жүреді ғой осы. Жақсы. Осылайша жастар демалыс күні Шәкеттің үйінде қымыз ішіп өз пәтерлеріне тарасты. Жақсы. Келесі балалар, ары қарай әңгімеміз немен өрбиді? Балалар, кәнекей, кім мазмұндайды ары қарай? Жылдамдатып. Руслан, мазмұндайды. Наурызда қазақ шәкірттерімен сауық жасауға даярландық.
адамның өнерлігі де, жігерлігі де сыналатын жер сауық. Біздің спектакль қоюға арналған кітабымызда әйелдеріміз де болмады. Әйелдерімізді шақырсақ, олар ұялып келмей қойды. Сонымен біз бұл спектакльді хормен, әнмен, домбырамен, оркестрмен өткізбекші болдық. Саусағымыз сарала болсын деп Әмірханды да шақырдық. Өз рөлімізді дұрыстап алғаннан кейін Әмірханға адам жібердік. Біраз уақыттан кейін Әмірхан да келіп жетті. Әмірхан бұрынғы Әмірхан емес, бұқ момақан жігіт. Біраз отырып Әмірханның 5-6 әнін тыңдап үйіне жібердік. Біз клубтың театрын алғанбыз. Билет 2 күн бұрын қыдырылып жүріп сатылған. Жетішатырдың қазақтары қатын қалаш бала шағаларымен келіпті. Разия апай да өзінің оның тойы болып жатқандай жүгіріп, тәтті нандар мысырып жүгіріп жүр. Басқа да қандастарымыз өздерінің бағдарламаларын сатып, удашу мәз-мейрам болып жүр. Халық мұнша жиналады деген естер жоқ. Бұл халықты көргеннен кейін аяғымыз сайға тимей жүгіріп жүрміз. Халық удашу мәз-мейрам. Жақсы, ары қарай балалар, Жүсіпбек, Аймауытов, Әмірхан, Әміре Қашаубаев барлығы бірге оқып жолдас болған, міне осылар Жетішатыр қаласында дем алып, Наурыз мерекесін сомдап жатыр, балалар. Енді осы Наурыз мерекесі қалай өтті? Жастардың белсенділігімен, ұйымшылдығымен ұйымдастырылған қалай өтті, балалар? Қалай өтті Наурыз мерекесі? Кім айтып береді, балалар? Кім бар? Келе ғой. Сауықты Наурыз мейрамына арналған соң қазақтың ескірін істемек болғанбыз. Сарғасқа от көжені тайқазанға бұқтырып жүздіріп қойғанбыз. Ішіне жылқының басы салып, 2-3 табақ ет асып үлкендерге таппақ болғанбыз. Ойын басталмай жатып жұрт қымызға бас қойып жатыр. Жалин Сықылды мұғалімдер жастарға наурызды түсіндіріп, мінбеге шығарып сөз сөйлетіп жатыр. Ойын басқарушы Әбіжанда еш жоқ. Әбіжан мақтаншақ жігіт. Әбіжан болмаса сауық осындай болар ма еді? Ойынды басқаша Әбіжандай кісі басқарсын. Қоңырау 2 соғылды. Біз сахнаға шықтық. Хорымыз жамырап жақсы шықпады. Рахымбек декламациясын жақсы айтты. Скрипкаға ән қосқан 12 жасар мәжін тамаша соқты. Қайта-қайта шақыртып сахнаны дүрсілдетті. Өзі тіленіп шыққан студент қызымыз жалғыз шалды бастағаннан мүңкілеп, қаттырақ дегізде қалды. Бір уақытта өрт сөндіргендей қап-қара болып сахнаның сыртына шығып жоғалды. Бірақ әберді ақша отау жағып кейінгілер сүрінбей шықты. Әсіресе жұртты сүндірген Әмірхан болды. Біз Әмірханға сахнаға шыққанда көп жүрмейсің, домбыраңды көп күйлетпейсің, сыпайы жүріп тұрасың деп үйреткенбіз. Бірақ Әмірхан оның бірін де істеген жоқ. Сахнаға әдеттегідей іркілместен шықты да қайтаңдай басып, намазды тізе басқан кісіше белорына шейінен киіп сәлем берді. Сон отыра кетті де домбырасын күйлетті. Зал тым-тырыс. Жақсы. Балалар, осы жерде Әмірханның орындаған ән ретінде бізге аудандық мәдениет үйінің қызметкері әнші Нұрбек деген жігіт келіп отыр. Кезінде Әміре Қашаубаевтың репертуарында орындауында болған. Қазір сендерге әнді орындап береді. Домбыра кішкене бас көрші алған екен, дыбысы нашар болса айтыңыздар, орында берейін. Мәриям Жабыр деген орыс қызы, 16-17-ге келген кезі, қазаққа бұлар деген ғашық болып, сондағы Мәриямның айтқан сөзі, туылар аридудың бір сен үшін қағазға Мәриям ату
қалай жұртты тамсандырып, сүйсіндіріп, қайта-қайта шапалақ соқтырып, сахнаға бірнеше мәрте шығып ән салған екен. Енді осы кезде балалар бізге Жүсіпбек Аймауытов Әмірханның ән салғандағы келбетін өлеңменен жазып берген, әңгіме ішінде. Қане, тек өлеңмен жазылған жерін. Динар айта ғой. Ескек деген толқыны боз айғырдың киіндей, аспандап соққан айғайы Алтайдың асқар тауындай, желпілдеткен түндікті күзді күнгі дауылдай. Төмендете сорғалап тас бұлақтың суындай, әсем нақысы айдынның сұлу қуындай. Қалықтатып созғаны сарыарқаның беліндей, жаяулатса баяулап арқаның қоңыр желіндей деп суреттеген болатын. Жақсы. Балалар, сонымен қатар Әмірханның әнге деген сүйіспеншілігін балалар бізге Жүсіпбек Аймауытов бұлай деп суреттеген екен. Электронды оқулықтан тыңдаймыз. Әмірханның әнге деген сүйіспеншілігі қалай бейнеленгендігін. Қалса ол өзін-өзі ұмытады. Әннің әуеніне төңкеріледі. Оның даусы көмейден шықпай, жүрегінен шығады. Ол әннің әр нақсыны бар. Әнді ғана сүйеді. Ол тәттіңге топқа бола жаралған адам. Ән салса, рахаттана, гүл-гүл жайнайды. Көзі де, аузы да, денесі де, қолы да бірге ән салады. Әмірхан кісі емес, әнге айналады. Оның ән салғандағы түріне қарап отырсаң, тоясың. Бірақ Әмірхан үнемі олай айта бермейді. Әмірхан қымысы, тойы, ойын сауға, қыз келіншегі бар жерде өзін-өзі ұмытып айтады. Әнін ұғушы, тыңдаушы болса, шаттанып айтады. Тыңдамай, жыбырлап сөйлесе бастаса, Әмірхан тұрып кетеді, айтпайды. Жақсы. Бұл балалар жаңағы Наурызтайдағы Әмірханның ән айтқандағы жазушының сипаты. Енді балалар, осындай жастардың сол кездегі ұйымшылдығын, белсенділіктерін сендер өздеріңе үлгі етіп ала біліңдер. Енді әрі қарай осы наурыз тойынан кейін әңгіме не болып өрбейді балалар? Ойын-сауық бағдарламасын айттыңдар, аруақты әнші туралы айттық, балалар? Не болады енді әрі қарай? Қане, еркін айта ғой. Әмірханның тұрмысы дейді, сипатталады екен. Жолдасқа жанын қиятын жігіт болады. Наурыздан кейін біз онымен дос болып кеттік. Менің құржаны бір көріне деп үйіне қайта-қайта шақыратын. Құржасына барсақ, құржас кішкене ғана інжік екен. Үйінде бір тегір асыл заты жоқ. Жалғыз асыл заты үкілі сары домбырасы екен. Мені жанбозым мынау деп әйелін таныстырды. Оның үйі ауылдың шет жағында болғандықтан біз тамақ ішіп болғаннан кейін сейіл құрдық. Ол әнді өте жақсы көретін. Менің бармаған жерім, көрмеген елім бар ма деп бастады Әмірхан. Мен жас кезімнен әнді көп салдым. Маған ең алғаш ән үйреткен әкем болды. Әкем қайтыс болғаннан кейін жәрмеңкелерде жақсы ән көп жүрдім. Солардың ішінде ең алғаш ән үйреткен маған Жұмабек болды. Ол кісі ән айтқанда ол кісінің бір әнін үйрену үшін бір аппер үйренсеңдер артық болмас деп өз ұстазы туралы мақтанып кетті. Әмірхан ән сүйген соншалық, ол басқа нәрсеге олар еді. Аштан өлім-ау, көштен қалыңдау деген білмейтін. Ол біреуден ат, біреуден нан сұрап жүріп, кемпірдің отын суып бітіп қалыпты деп жүретін. Ол өте аңқау адам еді. Өзі бірнеше рет алданса да, ол өте сенгіш адам болатын. Ондай саспасты, тақпасты. Жақсы. Әрі қарай балалар, осы Әмірхан өзінің үйіне қонаққа шақырып, құжырамды бір көріңдер деп айтты. Құжыра дегеніміз не, Мергүл? Құжыра дегеніміз мешіт медресе жанындағы шәкірттерге арналған кішкене бөлме. Ол ең алғаш рет ол мекен болған. Жақсы. Жақсымен тоқылаған мекен болған екен, құжыра дегеніміз. Енді балалар, енді әрі қарай бізде келесі тарауымыз қалай аталады? Сонда ән суреттеледі. Енді бұл жерде не суреттеледі балалар? Кәнекей, кім айтады не суреттелетіндігін? Аида, келе ғой. Көкірдеп жер көтеріп құс ұялған кез еді. Дәулетжан Әмірхан үшеуміз Кереукөлге құс атуға бардық. Кереукөл қаладан қара шақырым жерде орналасқан болатын. Екі мылтығымыз салып барғанбыз. Екі күн жатып, қайықпен жүзіп, қамыстың арасынан қазан
жұмыртқаларын теріп құсатып келгенбіз. Жәмбешжан көлжіға алып кетті. Кешке таман Әмірхан екеуміз қостың алдында қар жөндеп жұмыртқа әңгімесі отырды. Мен оған басынан өткен қызық бір жағдайды айтып берші дедім. Ол маған мына айтты. Ел қыдырып ән салып жүріп көп жүрген кезіміз. Қай жерде ойын болса, сол жерге барамыз. Орман бетте бір ақтамақ деген тамаша бір сұлу болатын. Ірі бауызға салғандай жылып тұрған сұлу еді. Өзі сондай пар, міне жасым 32-ге келіп тұр. Ондай сұлуды көрген емеспін. Бір ойда ақтамақ маған орамал тастады. Өнім бе түсінбей екен, өзім де білмедім. Өңім қалтырап кетті. Бетіне таман таяғанда қолын ұстап алды. Мені шыл сүйсең сүй деді. Ақтамақты сүйген кісіде арман бар ма? Шыным дедім. Дәмелі жігіттердің іші жарылып кетер еді. Бір қаға берісте ақтамақ маған. Біздің ауылға келіп істеші деді. Мен оған жарайды дедім. Содан бері ақтамақтың ауылынан шықпайтын болдым. Жеңгесінің отауына барсам әзіл деседі. Әнді тыңдағым келеді тұрады деді. Сөйтіп түс көрдім. Осы ақтамақ екеуміз қайтып жақындасқанымызда білмей қалдық. Екеуміз бірімізді көрмесек тұра алмайтын болдық. Ақтамақ маған бір күні мені шыл сүйсең алып қаш еді. Қайда барамыз? Қалаға кетейік. Өзімде ақымақ екеуім өлерімді білмейтін. Таң ата байдың екі атына екеуміз мініп, қала қайдасың деп жол тартты. Сен қыз алып қашып көрген жоқсың ғой? Жоқ, қызық қой. Таң асып кешке таман орта тауына жеттік. Біз атты бір қосқа тығып, өзіміз тамақтанып ұйықтап алдық. Жақсы, алдыларынан кімдер кезікті осы жерде? Алдыларынан исат тастасына шыға бергенде ұрылар кездесті. Ұрылар кездесті, не істеді? Әмірханды сойылмен салып жүргенімізде Әмірхан ұшып түсті. Қалай босады олар? Олар бір аттың дүбіресінде екі кісі келіп Әмірханды шешіп қосқа апарды. Қос ішінде болды, ақтамақты көреді. Сол кезде ақтамақты... Ненің құдіретінің арқасында ұрылар оны босатып жібереді? Не істеткізеді Әмірханға? Ән айтқызады. Жақсы, осы ақтамақпен не болған соңғы оқиғаның соңы? Ақтамақпен екеуі қосылып, бірақ ақтамақпен біраз жұмада дәуресі сүрдім деп не істейді Әмірхан? Сорлып жылайды. Көзінің жасы парлап жылайды. Әңгімесін айтып достармен жақсы отыра ғой. Балалар, енді осы барлығымен әңгіме мазмұнын айтып шықтыңдар, иә? Әмірханның енді мінезінің кейпін бала қалай детальдарменен сәтті суреттеген жазушы. Оқулықпен жұмыс жасап тауып жүрейікші бала. Қарапайымдылығы қай жерде суреттелген? Әмірханның ең қарапайым деген екендігі. Назерке, қай жерде суреттелген? Қандай керемет дарынды болса да, өте қарапайым болған екен. Әншінің орындаушылық шеберлігі қай жерде суреттелген? Орындаушылық шеберлігі. Бекарыс. Шатқыныстай қымтанып, қомданып алды. Отырғандар аузына шымаңырды, әнші жіберді. Бір ауыздан ән салды. Аз да болса бірегей болды. Жақсы. Өнерге сүйіспеншілігі қай жерде суреттелген? Елдар, өнерге сүйіспеншілігі қай жерде суреттелген? Өнерге сүйіспеншілігі ән салса ол өзін-өзі ұмытады. Әннің әуеніне төңкеріліп, даусы көмейінен шықпайды, жүрегінен шығады, рахаттанып күлгіл жайнайды. Жақсы. Адамға жақындығы қай жерде суреттелген балалар? Адамға жақындығы. Айда. Әмірхан кісіге тез үйір болатын, жолдасқа жанын қиятын жігіт. Жақсы. Азаматтық тұлғасы. Дәулет. Азаматтық тұлғасы қай жерде суреттелген? Ол барды боламайды, болшы санамайды. Сол ма азаматтық тұлғасы? Жоқ, кісіні алдауды, арын сатуды білмейді. Махаббатқа адалдығы, сезімталдығы дейді. Сөйткен ақтамақпен бірақ жұматай дәурен түсірдім. Ой дүние деп ауыр көрсетуде із-түзсіз қалды. Жақсы. Жаңа сезімталдығы. Тағы да басқадай балалар. Әмірханның қонақжайлығы, жомарттығы, оған халықтың берген бағасы өте ұтымды детальдармен жазушы бізге бейнелеп берген. Иә, балалар? Енді қазір сендер балалар осы әңгіме желісінде қандай ұлттық салт дәстүрлерге үлкен мән берген? Не? Иә, Нұрай? Ай, той, құдалық, ат жарыс, әсіресе өнер құдіретіне, иә, балалар? Ендеше өнер мәңгілік, иә, балалар? Жаңағы Әміре Қашаубаевтың кезінде орындаған Балқадиша деген ақан серінің әні балалар қазір бізде жігіттер квартеті де орындап жүр екен. Соның бейне клипін қазір тамашалаңдар.
фондасы әлі де өнер мәңгілік деген осы, балалар, әлі де біздің өнерімізде, мәдениетімізде биік жерден орын алып тұр екен. Енді балалар, осы әңгімеде қандай жер су аттары кездеседі балалар? Қандай жер су аттары кездеседі? Сендер мынау жер су аттарын табыңдар, жылдамдарды тақтаға шығып жазамыз, содан кейін сендер тау аттарын табыңдар. Таудың аттары бар, таулардың аттары бар. Тездетеміз. Рыскүл, орда Итжатбас деген таудың аттары, Итжатбас деген қалай жасалып тұр? Қандай сөз? Күрделі сөз бе, әлде дара сөз бе? Күрделі қалай жасалып тұр? Бірігу арқылы жасалып тұр. Жалп есім бе, жалп есім бе? Жалп есім таудың аты, Жақсы, Назерке, тоқтай қой. Сендегі қалай жасалып тұр? Жет шатыр және керуен көл, олар бірігу арқылы жасалған, және де бұлар жалп есім. Жалп есімдер, жақсы отыра қой. Сендер эпитеттерді теріп жердер. Ал сендер балалар жылдамдарды дәптерлеріне теңеулерді теріп жердер. Теңеулерді жылдамдатамыз. Бар ма эпитеттерді? Көркемдегіш тәсілдер. Ми дала, меңіреу шөл, күміс көлдер. Күміс көлдер, жақсы. Ми дала, меңіреу шөл, күміс көлдер. Эпитеттер. Тамаша теңеу айтамыз. Айда, жылдам. Иректе қаздай қалқып, шілекте шарқылықтай қымтанып, асқар тауындай бұлақтың суындай. Бұлақтың суындай, жақсы. Динара, сен айтқан тақпақта бар ма теңеу? Өте көп тақпақта. Сыбызғының үніндей, боз айғырдың күйіндей, алтайдың жақсы, тамаша. Теңеулер, бұл балалар. Жақсы, енді балалар, біз бүгін сабақта Әміренің жалпы Әміре туралы әнші әңгімесімен толық танысып болдық, Енді балалар, қазір осы Әміре сынды бүкіл Европаны таңғалдырғандай, қандай таңғалдырып жүрген әншілерді білесіңдер біздің осы жергілікті? Роза Рымбаева, Бария Альбас. Роза Рымбаева, Бария Альбас, жақсы, тағы да қандай? Ерболат Құдайбердиев, Майра Ильясова. Бұл жалпы Шығыс Қазақстан бойынша айтып отырсыңдар, жарайды, жақсы. Оның ішінде Роза өзіміздің жерлесіміз, балалар. Енді қазіргі заманғы балалар әншілермен бұрынғы Әміренің арасында қандай ұқсастық бар? Қандай ұқсастық бар, Динара? Мысалы, бұрынғы әншілер ел аралап ән айтқан болса, қазіргі әншілер де гастрольдік сапарларда жүреді. Жарайды, жақсы. Тағы да қандай ұқсастықтар бар, балалар? Не істейді олар өнеріменен? Қандай ұқсастықтар? Адамдарды тамсандырып, өнерімен қуантып жүреді, адамдарды. Жақсы, ал енді айырмашылығы неде қазір? Бұрынғы мен қазіргі әншілерде айырмашылық бар ма, балалар? Бар ма? Замандағы адамдар, жанды дауыспен айтсақ, қазіргі замандағы адамдар, олар фонограммамен айтады. Жақсы, балалар. Енді балалар, Әміре сияқты өнеріменен тамсандырып жүрген балалар талайды. Бізде әншілер өте көп екен. Соның бірін айтсақ, өзіміздің жерлесіміз Роза Рымбаеваның балалар Мәскеу қаласында жаңағы жұлдыздарға арналған жұлдыздар аллеясында Роза Рымбаеваның есімі жазылған жұлдыз бар. Бұл оның жаңағы, сонымен қатар Роза Рымбаева Қазақстанның ғана емес, Қырғызстанның, Өзбекстанның халық әртісі. Мысалы, Ұлытау, балалар, өнер, топ, Ұлытау тобы 2001 жылы Голливудта дүниежүзілік музыкалық аспаптар байқауының орындауында бірінші орынды жеңіп алған біздің өнерлі, дарынды, талантты әнші музыканттарымыз болып табылады. Енді балалар, осымен балалар, біз Әміре Қашаубаевтың өмірі туралы міне аңыз адамға өзіміздің сабағымызда бір талай деректерді жинадық, балалар. Міне бұл деректің барлығын біз жинап, бір мәлімет қып, журнал шығаруымызға әбден болады екен. Қазір балалар үйге тапсырма жазып алыңдар. Күнделіктеріңді ашыңдар. Үйге тапсырма жазып алыңдар. Жазып алдық па? Енді бүгінгі сабақта балалар, бағалар қорытындылап айтатын болсақ талдап. Тапсырма жазып алдық қой үйге. Біз сендерді сабақ бойы балалар біз жақсы қатыстыңдар белсене. Соның ішінде атап айтсақ Нұрай өте жақсы, 5,
қымбат жақсы айтты, Назерке жақсы, бес, Ардақ, Руслан, мына жерде Данияр, көріністі тамаша сондарыңдар, бес, барлықтарына жаман көрінген бізде бала болған жоқ, иә? Мына топтан бар Анель белсенділік танытпадық, иә? Елнұр онша белсенділік танытпадық. Елнұрға 5 көрініске қатысқан үшін Анель бағаланбай, Динара 5, Миргүл 5, Аида 5, Рыскүл бір жерде ғана шықтың 4, Бекарыс 5, Елдар 5 көрініске шықтың жақсы. Әли саған қай жер қатысып отырдың, е? Теңеулерді таптың, саған да жақсы 5. Бекжанға 5, Бекжан ауырып отыршысың, е? Шың бүкіл ал. Қазір балалар, сендердің бүгінгі мына жерде бүгінгі сендердің сабақ бойынша мониторингтарын шығып, мына жерден көріну керек болған, мына жерде ашылмай тұрды еді вирустың болуына байланысты. Сонымен балалар, осы Әміре Қашаубаевтай арамызда біздің өнерлі, талантты, жаңа кей адамдарда қабілет, дарын, жүре бара ашылуы мүмкін, иә? Осындай қабілетті сендердің араларында шығулары мүмкін. Сондықтан да өнерді құрметтеп, бағалап, әрдайым сүйсініп, құрметтеп, бағаларың биік болсын өнерге деген. Жақсы, енді балалар тағы да бүгінгі сабағымыз аяқталды.